Сәлеметсіңдер ме? 7-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы опера театрына барамын. Сабағымыздың мақсаты қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсынамыз. Тыңдалған мәтіннің негізінде мазмұнын түсініп, ақпараттың өзектілігін анықтаймыз. Алдымен сөздік жұмысымызға көшейік. Жаңа сөздермен танысамыз. Қабілетті, способный, өнер қайраткерлері, деятели искусства, алғашқы құрамы, первый состав, жалпы аумағы, общая территория, сәулетші, архитектор, маңдайша, притолока, верхняя часть крыльца, балалар мұны театрдың жоғарғы жағы, патшайым, царица. Жақсы балалар. Онда тапсырмамызға көшейік. Бүгін бізге оқулықтың 47-ші бетіндегі 4-ші тапсырма мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді тыңдап, негізгі ақпаратты анықтауымыз қажет. Ол үшін біз балалар қабырғадағы сурет әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Міне балалар көріп тұрсыздар, бұл адамның сүлбесі. Осы бойынша бас жағын, ортасын және аяқ жағы бойынша біз тапсырманы орындап толтыруымыз қажет. Бірінші біздегі дескрипторымыз мәтінді тыңдаймыз және түсініп, негізгі ақпаратты анықтауымыз керек. Ол үшін қазір мәтінді мұқият тыңдап алыңдар. Қазақстанда 2 опера және балет театры бар. Біріншісі Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры. Бұл театр 1934 жылы 13 қаңтарда ашылып, өз репертуарын Мұхтар Әуезовтың либреттосына жазылған Айман Шолпан музыкалық спектаклімен бастады. 1945 жылы театрға Абай есімі беріліп, Амангелді қойылымы көрсетілді. Театрдың алғашқы құрамында театрдың қабілетті, дарынды әртістері Әміре Қашаубаев, Иса Байзақов, Елубай Өмірзақов, Құрманбек Жандарбеков, Күләш және Қанабек Байсейітовтер, Серғали Әбжанов, Үрия Тұрдықұлова және басқалар болды. Кейін олардың көбі Қазақстан опера өнерінің қайраткерлері атанды. 1944 жылдан бері театр шымылдығын жыл сайын Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди бірігіп жазған Абай операсымен ашады. Абай операсы атақты опера сахналарында қойылды. Екіншісі Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры. Астана опера театры Біржан Сара операсымен ашылды. Ондағы басты рөлдерді Ресейдің еңбек сіңірген әртісі, Татарстанның халық әртісі тенор Ахмет Агади Біржан рөлінде және Қазақстанның халық әртісі Нұржамал Үсенбаева ақын Сара рөлінде ойнады. Астана операның жалпы аумағы 61.163 шаршы метр. Ол 4 блоктан тұрады. Жобаның авторы сәулетші Ренато Аркетти грек Римнен қазақтың ұлттық сәулет дәстүрін жақсы үйлестірген. Ғимараттың сыртқы қасбеті Сицилия інжуі мәрмәрімен қапталған. Театрдың бас кіреберісі маңдайшасына қола квадрига, 4 пар ат жеккен қос доңғалақты арбаның үстіне қолына лира ұстаған сақ патшайымы Томиристің тұмар мүсіні қойылған. Міне балалар, мәтінді тыңдадыңыздар. Мәтіннің негізгі ақпараты не деп ойлайсыздар? Ойландыңыздар ма? Жақсы, барлықтарыңыз дұрыс айттыңыздар деп ойлаймын. Яғни негізгі ақпараты ол Қазақстандағы опера және балет театры туралы. Мінекей, сонымен біз тапсырмамызды орындадық, мәтінді тыңдадық, негізгі ақпаратты анықтадық. Енді келесі тапсырмамызды орындайық балалар. Бұл адасқан сөздер ойыны, сөйлемді мағынасына қарай дұрыс орналастыруымыз керек.
Ол үшін біз балалар Learning Apps қосымшасына кіріп, сондағы берілген тапсырманы орындаймыз. Мінекей балалар, жақсы, кәнекей. Ал міне тапсырмаларымызды орындап көрейік. Сонымен мәтін Қазақстанның опера және балет театры туралы. Тексеріп көрейік балалар. Тамаша, дұрыс орындаппыз балалар. Мінекей. Ал келесі тапсырмамызды орындайық. Мінекей, көрейік кәнекей. Қабырғаға негізгі ақпаратты жаздық. Дұрыс балалар, тамаша. Келесі тапсырмамыз берілген ақпараттың шын жалғандығын анықтап екі бағанға орналастыруымыз керек. Бұл енді сұлбаның төменгі жағында орындалуымыз керек. Дескрипторымыз мінекей осы шын жалғандығын анықтау. Ол үшін тағы да осы Learning Apps қосымшасына кіреміз. Мінекей балалар. Ал мұнда кәнекей шын және жалған. Әбдірей Қашаубаев Абай театрының әртісі. Рас па балалар? Шын екен. Абай атындағы опера және балет театры Нұр-Сұлтан қаласында. Жалған екен. Амангелді қойылымы 1944 жылы көрсетілді. Кәнекей көрейік. 1945 жылы театрға Абай есімі берілді дейді. Ал дұрыс деп көрейік. Театрдың ішіне Томиристің мүсіні қойылған. Жалғанға көрейік. Күләш Байсейітова опера әншісі емес. Ол опера әншісі, сондықтан бұл жалған. Біржан рөлін Ресей әртісі ойнады. Ал шын деп көрейік. Кәне тексеріп көрейікші балалар, рас екен? Жоқ, қателестік пе? Ал бір қатеміз бар екен. Бұл Амангелді қойылымы 44 жылы. Сондықтан бұл мына жаққа бару керек. Енді тексереміз. Дұрыс екен мінекей балалар. Жақсы, тамаша. Мінекей, бұнда да тапсырманы орындадық. Шын немесе жалғандығын анықтадық балалар. Керемет. Ендеше балалар, сабағымызды қорытынды жасайық. Тест тапсырмасын орындаймыз. Бұл тесті де осы қосымшада орындаймыз. Жақсы. Ал Қазақстанда неше опера және балет театры бар екен? Екеу деп көрсетесіңдер дұрыс. Ой, тамаша, мінекей келесі. Қай театр Айман Шолпан музыкалық спектаклімен ашылды? Барлықтарыңа Абай деп айтулары мүмкін. Дұрыс. Келесі, Астана опера театры қай операмен ашылды? Кәнекей ойланамыз балалар. Біржан Сара операсымен тексеріп көрейік. Ой, тамаша, дұрыс екен. Келесі тапсырмамыз. Астана опера театрының бейнесі қандай? Кәнекей балалар, мұна берілген анықтаманы қараймыз. Кәнекей. Ал барлықтары мұнаны деп көрсетіп тұрсыңдар. Тексерейік. Тамаша. Және соңғы сұрағымыз, Біржан Сара операсында Сара рөлін кім ойнады балалар? Нұржамал Үсенбаева. Тамаша балалар. Мінекей бәрін орындадық. Керемет мінекей. Тапсырманы орындап шықтыңдар. Жарайсыңдар балалар. Ендеше сабағымызға кері байланыс берейік. Белгілер деген кері байланыс бойынша. Көңілді қызықты өтсе бәріміз күлеміз балалар. Ал сабақта барлық тапсырмаларды орындадың десеңдер, қолдарыңды барлықтарын керемет деген көрсетіңіздер. Маған бәрі түсінікті болса, жүректеріңізді көрсетесіздер. Ал көңілсіз болса, қабақтарыңыз тиесіздер. Жарайды балалар, бәріңе түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше үйге оқу тапсырмасын жазып алыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.